Бүгінгі таңдағы жастардың, әсіресе мектеп оқушыларының психологиялық жағдайы, яғни олардың арасында болып жатқан күйзеліс, уайым-қайғы деген сияқты жағдайлар 1950 жылдардағы психбольницада емделіп жатқан орта деңгейдегі науқастардың жағдайына тең екен. Бұл жайында Psychology Today журналында мақала жарияланды. Ғалымдардың зерттеуіне сүйенсек, оған 3 негізгі себеп бар екен. Бірінші, әлеуметтік байланыстың азаюы. Қазіргі таңда онлайн өмір қарқынды даму үстінде. Адамдардың басым көпшілігі қоғамда белсенді емес, қоғамдық ұйымдарға сирек қатысады. Бір-бірімен бетпе-бет кездесуді қойған. Өмірінің көптеген уақытын онлайн жеке форматта өткізуде. Екінші, өмірге деген шынайы емес үміттер. Адамдар әлеуметтік желідегі немесе неше түрлі жарнамалардағы керемет өмірді көріп, соған ұмтылады. Сөйтіп өзінің шынайы өміріне көңілі толмай, қиялындағы керемет өмірді армандаумен күн өткізеді. Бұл адамның психологиялық жағдайына кері әсерін тигізбей қоймайды. Үшінші, сыртқы келбетке деген жоғары талап. Әсіресе бойжеткен қыздардың арасында өзінің келбетіне көңілі толмайтын, шынайы келбетін көрсетуге ұялатын жастар көбейіп кеткен. Оған себеп әлеуметтік желідегі идеал көрініс. Жалпы біз қазіргі таңда шынайы өмір мен жасанды өмірді шатастырып, көптеген блогерлардың керемет өміріне сүйсініп, тамсанып, өмірдегі өзіміздің орнымызды жоғалтып алдық. Ешкім әлеуметтік желіге өзінің қиналып, мұңайып жүрген кезін салғысы келмейді. Барлығы өмірінің ең керемет шақтарын, қуанышты кезеңдерін және де бақытты сәттерін әлеуметтік желіде бөлісіп мақтанғысы келеді. Ал біз соған алданып қалып жатамыз. Бұл жайында сіздің ойыңыз қандай? Өз ойыңызды комментке жазып кетіңіз.